Кәмелеттік жасқа толмаған балалардың ақылы жұмыс жасауы бүгінгі қоғамға жат көрініс емес. Даяшы, көлік жуушы, сатушы болып, азын-аулақ табыс тауып жүрген балаларды жиі көреміз. Бұл мұқтаждық па, мәжбүрлік пе? Жалпы олардың жұмыс істеуіне заң рұқсат ете ме? Әлде бұл жұмысқа жегу ме? Бұл тақырыпты бекер қозғап отырған жоқпыз. Осыдан бір ай бұрын Жаңаөзенде орын алған қайғылы оқиға қай-қайсымыздың да қабырғамызға батты. Табыс табамын деп жүріп, өрімде 2 баланың өмірі қиылды. Жалпы бұғанасы қатпаған балалардың жұмыс жасауы қаншалықты дұрыс? Кім жауапты? Құзырлы орындар не дейді? Арнайы зерттеуімізден көрейік. Бұл Ақтаудағы белгілі сауда орталығының алды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, тас қараңғыға қарамастан кішкентай қыз бала шар сатып жүр. Бала саудагер тауарын өткен-кеткенге ұсынады. Тілдесіп көрдік, бірден ашыла сөйлесті. Маман қайда сенің? Сұрақ қабылдан беттен ұлсына ғана. Нештенге шаригің? 500 ерім. Мамаң біле ма жалпы жұмыс жасайтыныңды? Білет. Үндемей ма? Байын садам. Нешінші сыныпта оқисың? 5-ші. Кәмелетке толмаған балалардың еңбекке араласуы қаншалықты дұрыс немесе бұрыстығын еңбек инспекциясының мамандарынан сұрадық. Айтуларынша, еңбек кодексінің 31 бабында көрсетілгендей, Қазақстанда барлық балаларға жұмыс істеуге болады екен, бірақ арнайы шектеулер бар. Негізгі жалпы орта білім алған жағдайларда 15 жасқа толмаған азаматтар мен оқудан бос уақытта денсаулығына зиян келтірмейтін және оқу процесін бұзбайтын жұмыстарды орындау үшін 14 жасқа толған оқушылармен жұмыс жасауға рұқсат берілген. Және де кинематография ұйымдарында, театрларда, театр және концерт ұйымдарында шығармалар жасауға, имандылық тұрғысынан дамуына нұқсан келтірмейтін жұмыстарға 14 жасқа толмаған адамдармен еңбек шарты жасасуға мүмкіндік қарастырылған. Жасөспірім балаларды жұмысқа тарту тәртібі бар. Тек қана күндізгі уақытта 4 сағаттық жұмыс уақыты көрсетіледі. Ол балалардың тек қана демалыс уақыттарында ғана білім орталықтарымен келісе отырып. 14-16 жас аралығындағы балалардың жұмысы аптасына 24 сағаттан аспауы тиіс. Ал 16-18 жас аралығындағы балалар 36 сағаттан артық жұмыс істеуіне болмайды. Құмар ойын бизнесі, түнгі көңіл көтеру орындарында, жүк тиеуші, өндіріс пен алкоголь, темекі, есірткі өнімдерін саудалауға мүлдем тыйым салынады. 4 келіден ауыр заттарды көтеруге, тасуға да болмайды. Құзырлы орын өкілдерінің айтуынша, көп жағдайда бұғанасы қатпаған балалар жасырынып еңбек етеді. Сондықтан қазір тәртіп сақшылары мен білім басқармасы бақылауды күшейтіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жүр. Заңнамаларды түсіндіріп, сондай жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда ресторан, кафелерге рейдтер жүргізіп жатырмыз. Ата-аналармен жұмыстар жүргізіп жатыр. Жалпы жасөспірімдердің ерте еңбекке араласуы бойынша ата-аналардың пікірін білдік. 18-ге келмей балдарды жұмысқа алу дұрыс емес. Жас балаға негізінде жеңіл желпі өзінің үйдің шаруасына нетуге болады, бірақ қатты ауыр затты көтеруге болмайды. Балаға ешқандай зиян келмейтін жұмыс болса жақсы, бірақ бала өзімдікі деп қара жұмысқа жегіп қоюға болмайды. Ондай жағдай анықталса, ата-ананың өзі де жауапкершілікке тартылады дейді құзырлы орын өкілдері. Айман Нұрмағамбет, Амангелді Тұрахмет, Ерлан Амантай, Аптақпарат.